намазхандардың 80% алаяқ деп ана сөзді өзгертті де ортаға тастай салды. Шын мәнінде бұл бар факті. Дін тақырыбын басқасын пайдаланып бүлік жасағысы келіп отырған топтар бар. Егер діншіл адамдар ондай қарсылық жасайтын болса, бұл Сириядағы оқиға дәп алып келеді. Біз сен білеміз, тауып аламыз, үйтеміз, бүйтеміз, сенің ана артында тұрған братваларыңмен сөйлесеміз. Анай түрде айтты, әрекетімде де тепкілеп, өлімше қып сабап, екі қазақтың қызын. Сосын видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге салса не болады, өзің ойлашы. Армысыздар, бұл Абай Лайф YouTube арнасы, мен Абай Сейфулла. Бүгін енді шұғылдау шығарылым деп айтып отырмыз, себебі соңғы күндері мынау хиджаб мәселесі, дін мәселесі ушығып тұр. Тіпті митингке шығамыз деген азаматтар да болды. Әртүрлі пікірлер бар. Осыған байланысты жақында бір сұхбатта Ринат Заитов мынау алаяқтыққа байланысты өзінің пікірін білдірген. Бүгін енді қонақта Ринат Заитовтың өзі, депутат. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Ештеңе жоқ. Көп созбаймыз, мынау соңғы мәлімдемеден бастайық. Алаяқтардың 80% намаз оқитындар деген пікір бұған дейін Арман Әубәкірдің подкастында айтылған. Оны енді жоқ, Ринат намаз оқитындардың 80% алаяқ деп айтты деп келтіріп жатыр. Расымен де сіздің ойыңызда не болғанын мен білмеймін. Соны осыдан бастап жұртқа түсіндіріп өтсек. Жұртқа түсіндіріп өтетін несі бар ол? Менің көзбен көргенім, ол ресми статистикасы керек, анау ресми статистиканы да сұратуға болады. Қиын емес. Қазір тергеу жүргізген органдарда бәрінде характеристикасы болады, мінездемесі әрбір адамның. Менің айтып отырғаным Абай саған да мәлім нәрсе. Бұл бар факт. Қаржылық пирамидалар, мұғарaba капитал, бірдеңе дегендер. Қаржылыққа апарамыз деп лақтырғандар ма? Лақтырғандар. Тағы да ақша табысын көбейтем деп айтатын адамдар. Одан кейін түрлі жаңағы эфирлер жүргізіп. Таза бұл алаяқтық қой енді бәрі. Ондай адамдар бар, жоқ емес. Бірақ мәселе, ең үлкен мәселе, менің айтқан әңгімемде емес. Мәселе бұл тақырып неге солай тарады деген. Мен бағана өзім пост жазғанда айттым, мойындаймын, ақылды жүрістен. Бізде қазір Абай мемлекетте осы дін тақырыбын басқасын пайдаланып бүлік жасағысы келіп отырған топтар бар. Оны мен анық айтылған. Өйткені оларға неғұрлым осы шу керек. Осы уақытқа дейін олар дайындады, түрлі діни ағымдарды кіргізіп, өзі дінді 40-қа бөліп, мын жаққа, сансаққа тартып, әркімдікі ананың мазхабы, ананың ақидасы, ананың тағы бірдеңесі деп, осы барлық назар діннің айналасына ауатындай жағдай жасады да, бірінші хиджаб мәселесінен бастады. Жылда бір рет көтеріліп басылатын еді. Биыл неге басылмай жатыр? Неге бұл үкіметтен шешімін таппай жатыр? Өзің ойлашы. Өйткені бұл әңгіме керек болып тұр қазіргі таңда. Сосын баяғы мен жаңағы әңгімені алды да, әдейі анализ жасады. Ринаттың қазір айналасында 85 мыңның айналасында аудитория көп. Бәленбай миллион қаралымы бар. Демек қазір Ринат аузын ашса, бүкіл анам соған назар аударады деді. Олар оны зерттеді, есептеді. Сосын бірақ конвертпен намазхандардың 80% алаяқ деп ана сөзді өзгертті де ортаға тастай салды. Шын мәнінде не меңзеп едіңіз? Шын мәнінде бұл бар факті. Өкінішке қарай. Менің меңзеп отырғаным сол. Олар домбыра харам, басқа харам дегенше, шама келсе дінге жаны ашитын адамдар осы діннің атын жамылып, исламның атына кір келтіріп жүрген топтарды түзеп алу керек. Бірінші. Сіз соларды меңзедіңіз? Мен меңзедім, меңземедім, мен қазір ақталғандай боламын да, оны айтатын болсам. Ақталғандай боласыз. Сондықтан мен ақталмайын. Қалай түсінді кім? Солай. Айтылған сөз менің аузымнан айтылды. Мен одан бір ел кетем деп отырған жоқпын, қашам деп отырған жоқпын. Сол пікірде қаласыз. Түсіндіруге 80% деген пікірде қаласыз. 80% деген ол менің айтқаным, мысалы, мен көрген 10 оқиғаның 8-і деген сөзді. Түсіндің ғой? Мен көрген 10 оқиғаның 8-і, демек ол 10-ның 8-і 80%. Сіз көрген 10 алаяқтың 8-і
10 намаз оқитынның 8 алаяқ емес, сіз Жоқ. көрген 10 алаяқтың 8-і намаз оқиды. намаз оқиды. Халықтың түсінбей жатқаны осы сияқты. Түсінбей жатқан емес. Мүмкін Ойын жалғастырайын абай. Иә. Бұл қарашы өзің, қаншама танымал адамдар бар. Біреу тәңіршіл, біреуі әсіре діншіл. Бұлар әлеуметтік желіде күнде дауласады. Бір-біріне ауыр сөздер айтады, басқасын айтады. Бірақ неге менің айналамдағы әңгімені осыған бұрғысы келді? Қазір қараңыз, бұлар бір топқа жинау керек та, діншіл адамдарды мемлекетке қарсы пайдалану үшін. Осыны түсіну алыңдар. Хиджаптан бастады, қазір маған ұласты, бұлмен тоқтамайды. Қазір алдын алмаса, мемлекет болып шешім шығармаса, бұлмен тоқтамайды. Сосын әдем әкелді, мойындаймын, бастар жетті, істеді. Міне Ринат Өстіп айтып жатыр, сендерге намаз оқитындарға қарсы деді. Неге? Бұл әсіре діншіл қауымның емес, қарапайым діндегі қауымның да ызасына тиіп, қоғамда шу тудыру. Енді олардың келесі қадамы не болатынын да мен саған айтып бере аламын осы жерде. Не болады? Олар қазір бір өте танымал тұлға, бәлкім мен досым болам екен ол, бәлкім бір лауазым тұлға болам екен, соны арнайы жаңағы мәлімдеме жасатам екен маған қарсы, ол жаңағы видео болам екен, аудио болам екен, мені бұл тақырыптан әкетпеу керек, түсінесің ба оларға? Қазір олардың ойында мен бұны қыздыруым керек та ары қарай. Жаңа қатты айтып, діндар қауымға, сендер осындайсыңдар, сендер мұндайсыңдар деп, олардың күтіп отырған осы да айтуым керек. Одан кейінгі қадамы жаңағы көрсетеді. Міне, қоғамды нақ екіге бөледі. Ринат жақтайсыңдар ма, басқан жақтайсыңдар ма? Міне, биліктің адамы, міне өстіп отыр деп. Оларға керегі осы әңгімеде. Содан кейінгі мәселесі мақсат. Халықты билікке қарсы шығару. Содан үлкен мақсаты осы. Одан не болады? Одан ол мақсатқа жетсе, ол мақсатынан Құдай сақтасын жеткеннен. Бұл мемлекеттегі баяғы қаңтар оқиғасы сияқты, одан да бетер. Егер діншіл адамдар ондай қарсылық жасайтын болса, бұл Сириядағы оқиғаға дәп алып келеді. Ал сонда заңды сұрақ туады ғой. Сонда мұны қалап артында тұрған кім? Егерде шын мәнінде ақпараттық шабуылды көрсетпейтін болсаңыз. Мұны қалап артында тұрғандар мемлекеттегі өзгеріс қаламайтын адамдар. Кім олар? Бұл бір адам емес бұлар. Кімдер? Көп ескі Қазақстанның өкілдері деп айтайық, қазір мысалы қазір ол сөз тренд болып кетті, бірақ жалпылай соларға жауап жібереміз да. Жоқ, жалпылай соларға жапқан емес. Қара, абай, ол әр саланың адамдары. Түсінесің ба? Олардың қолында біріншіден ақша бар, байлық, 30 жыл бойы жинаған, бизнес бар, басқа бар. Олардың әлі қолында билігі бар, өкілдері де бар, оны да жасырмаймыз. Олардың түрлі соңынан ерген қауымы бар өзінің. Біреуінің артында асыра діншіл қауым, басқа біреуінің артында ақпараттық кеңістіктегі жұмыстар. Бұның барлығы есімдері менің аузымнан айтылмау керек. Бұл есімдер. Бұл мемлекетте лауазымды жауапты тұлғалардың аузынан айтылу керек. Алдағы уақытта мен айтылады деп ойлаймын. Өйткені бұл қауіп, қатер, қарсылық ашық басталды, яғни түрлі жақтан басталды. Дегенмен жаңағы сөз, бұл шабуылға қайта келеміз. Тек сізге қарсы, сіз айтып отырған, маған ғана қарсы емес, қазаққа қарсы деп айтайық, ақпараттық шабуыл жасап отырған азаматтардың тірлігі дедік қой. Дегенмен де осы 80% деген сөзіңіз кәдімгі шынайы құлшылығын қылып жүрген қазақтарға да тиіп кетті. Оларға не айтарыңыз бар? Мүмкін кешірім сұрайтын шығарсыз, егерде шын құлшылық қылып жүрген қазақтар болса, мүмкін. Олар бұл сөзді мүлдем қабылдамау керек еді. Қабылдамау керек еді. Қабылдағандар да бар ішінде. Анық білемін, қабылдағандар да бар. Мешітке жұмасына бар, 5 уақыт намаз оқып жүрген азаматтар. Өйткені оларға жаңағыдай жеткізді ол ақпаратты. Әне Ринат сендерді айтып жатыр. Көрдің ба? Сол ренжіп қалды. Ренжіп қалғанда енді шамына тиеді ғой. Шамына тиеді, сен айтып жатыр дегеннен. Оны ешкім жетесіне жеткізіп түсіндірген жоқ қой. Былай деп. Мен де сондай бір қырсығып қалатын. Немене мен қате айттым ба дейтін. Содан кейін жаңағы түрлі провокациямен бұл ақпараттық шабуыл жасалады. Бұл ақпараттық шабуылдың түрі бар, тек қана дін арқылы емес. Мен астын сызып айтып берейін. Мысалы, бізде Бақытжан Базарбек деген депутатқа өткенде баяғыда бір казиноға барған видеосы бірінші шықты. Қыстағы барған видеосы. Шықты, анау шықты, мынау шықты. Ақыры баласының коляскасын өртеді. Демек, бұл Бақытжан Базарбекке бағытталған ақпараттық шабуыл және психологиялық шабуыл болды.
Бұның екіншісі бар, психологиялық шабуыл деген. Кеше мысалы түні бойы звондады маған, неше түрлі адамдар. Соң қойшы деп төртеумен сөйлестім де, қоя қойшы дедім. Соң миым ашып кетті, төртеуіне түсіндіріп. Ойбай, сен сөйтеміз, бүйтеміз. Не дейді сен? Кім байсыз дейік? Енді қазір мен көрсетемін саған оны телефон. Жоқ, жігіттер қандай жігіттер болды? Әңгімелердің мазмұны неге саяды? Әңгімелердің мазмұны сен біздің алдымызда жауап бересің дейді. Біз сені білеміз, тауып аламыз. Үйтеміз, бүйтеміз, сенің ана артында тұрған братваларыңмен сөйлесеміз. Менің артымда қайдағы братва? Сіздің артыңызда қандай братвалар? Соны мен өзімде де осы сұрақты қойдым. Демек, оларға ондай да дезинформация барған. Ол дезинформация ма? Дезинформация. Сен мен күнде қасымда жүре аласың. Мені білесің. Мені осы тұрып жатқан жағымдағы барлық адам біледі. Мен үнемі жалғыз жүрем. Өйткені жұмысқа барам, келем, аманатқа барам, келем. Бағана мысалы Қазмедиаға барып келдім. Жаяу жүрем. Егер мен артым қуыс адам болатын болсам, бірдеңеден сескенетін болсам, онда бәлкім басқаша жүретін едім. Бірақ оларды жаңағы әңгімелері сол да. Үйтеміз, бүйтеміз дегенде не? Өлтіріп кетеміз, қастандық қыламыз, не істейді? Түрлі. Мысалы? Тізерлет қойып кешірім сұратамыз деген біреу бар. Екіншісі, сен біздің алдымызда жауап бересің деді. Үшіншісі, мен сенің есік алдынан тосып, анай түрде айтты. Айырып кетем деді, общем. Қалай? Айырып кетем деді. Қорыққан жоқ. Ол психологиялық. Ол бірінші рет болып жатқан жоқ қой мен басымда, абай. Бұл бірінші рет емес мен. Сонымен кімдер деп топшыладыңыз? Енді бөтен номер емес, кәдімгі көзге көрініп тұрған номерден хабарласқан шығар, әлде танымал олар хабарласты ма? Әртүрлі. Өзім таныстарым да бар ішінде, араласып жүрген адамдарым бар. Жаңа ғана біреу жазыпты, баяғыдан араласып жүрген досым, бірақ ол намаз оқитын жігіт. Қазір бәлкім онда аудиосын, хабарламасын тыңдаймын, не деп жүргенін білмеймін. Бұл жаңағы ақпараттық шабуылды жасаған адамдардың көздеген межесі осы болатын. Қай ағым өкілдері деп өзіңіз қабылдадыңыз? Абай, бізде бір ағым өкілі деген жоқ. Ол жаңағы сәләфизм, анаизм, ананаизм, мынандаизм, мынауизм деген. Бізде қалай сонда? Бос сөз. Бізде тек қана билікті алып алғысы келетін топ бар. Олардың ағымдары маңызды емес? Маңызды емес. Деп есептейсіз бе? Маңызды емес. Ағым да маңызды емес. Олар кез келген ағымда болуы мүмкін? Иә. Олар тәңіршіде болуы мүмкін, олар басқа да болуы мүмкін, сәләфизмде неше түрлі болуы мүмкін. Ол айтып тұрмын ғой. Сонда бұлардың діни ағымдар олардың тек құралдары ғана да ол. Бұлар оны тек құрал ретінде пайдаланып, ол шынайы сенім емес деп есептейсіз? Жоқ, сенім емес. Бұлар құрал ғана ретінде пайдаланады. Сол жаңағы діни ағымдарды басқасын осындай шу тудыруға дайындап жүрген қауымдар. Сіздің ендігі қадамыңыз қалай болмақ? Менің ендігі қадамым, мен бұл тақырыпқа кіріспеймін. Мен бағана да жаздым. Менің алдыма қойған нақты мақсатым бар, міндеттерім бар. Мен соны орындаймын. Мен парламент мінберінде тұрып, ант берген кезде осы елдің өркендеуіне барым салып қызмет етемін деп. Оның ішіне діни ахуалды күрделендірмеу де кіреді ғой. Қазір мен жауап беріп олармен дауласатын болсам, діни ахуалды сол күрделендіреді. Түсіндің ба? Мен үнемі бұндай тақырыптан білемін де бұл ақпараттық шабуыл екен. Сосын қоя салыңдар деймін. Болды. Бірінші рет емес қой, болып жатқан. Күнде болады. 2 күннің бірінде болады. Ана жақтан тиіседі, мына жақтан тиіседі. Мақсат біреу-ақ. Көріп тұр, ашық, біз айтып жатырмыз. Ей, мемлекетке қауіп төніп тұр, мынандай болып жатыр, мынандай болып жатыр деп. Соны енді мыналарды үнін өшіру керек, қорқыту керек дейді. Олардың көздеген мақсаты сол. Өйткені олар көрді біздің артымызда қандай аудитория бар екен. Және сол арқылы біздің аудиториямызды пайдалана отырып, елдің ішіне іріткі салып отыр. Хиджаб мәселесі бұл да жаңағы азаматтардың жасаған. Дәл солай. Көшеге шығып ескерту жасаған. Ол берген сигналдары. Енді жарайды. Көшеге шығып, одан кейін не істеу мүмкін? Біздің органдар оған қарап отырмайды шығар. Бәрібір енді ол діни сенімі бар адамдарды райынан қайтару, ол күнкөрісін ойлап, қалай күн көремін деп, айлығым аз деп шулаған халыққа қарағанда, олардың бірдеңеге сендіру, шындыққа көзін ашу өте қиын. Қытайда мынандай бір не барды? Мәтел. Өтірік ұйықтап жатқан адамды ояту мүмкін емес дейді.
түсіндің бе? Сол сияқты. Мәжіліс депутатысыз ғой, фракция тарапынан, әріптестер тарапынан, мәжіліс төрағалығы тарапынан сізге ескерту болған жоқ па кешегі әңгімелерден кейін? Жоқ, әзірге болған жоқ, бірақ бұл әңгіме болатын шығар деп отырмын өзім. Мүмкін болатын шығар, талқыланатын шығар. Талқыланса мен жауабын берермін сөзде тұрып. Себебі бірінші рет емес, оны барлығымыз көріп отырмыз. Мен айтып отырмын, оған етім үйреніп кеткен. Дегенмен әріптестеріңіз сіздің пікіріңізбен лоялды болуы мүмкін. Себебі Ерлан Қошанов өткенде домбыра мәселесі көтерілген кезде мәжілісте өзі де Аманжол Алтаевты қолдайтынын, бұл домбыраға шабуыл жасаудың артында топтар тұрғанын өзі айтқан болатын. Ол да сол провокация ғой, көрдің бе? Домбыраға тиісті де, мына жақтағы қауым тулау керек болды. Ал мен ол заңды шешімін жоғарғы органнан шешімін тапқанша әдей ол дауға кіріспей отырдым. Кіріскем жоқ. Неме кірсем? Көрдіңіз бе? Қаншама жауаптар кетті. Қаншама ауыр сөздер айтты бір-біріне. Ана жақта қоймайды, мына жақта қоймайды. Жаңағы топтарға керегі осы абай. Түсінесің бе? Осы керек. Ол ертең мен үшін ғана емес, мысалы, ертең тағы біреуді тауып алады, тағы бірдеңе шығарады. Бұл әңгіме тоқтамайды. Халық қазір кімге сенерін білмей қалған барлығымыз көріп отырмыз, Ринатқа сенеміз бе, жаңағы Намазхан бауырларға сенеміз бе, не болмаса басқа үкіметтің айтып отырғанына сенеміз бе? Осы сәтті пайдаланып деп айтайық, халыққа, сіздің оқырмандарыңызға, қазір екі ойлы болып отырған азаматтарға қандай үндеу түсініктеме айтсақ болады? Енді жарайды, сіз ақталмаймын, ешкімнен кешірім сұрамаймын деген позицияда отырсыз ғой, ол да дұрыс шығар. Дегенмен де халық көзін ашып дұрыс бағытты білу керек қой. Мен қалай айтқанмен де абай қайталаймын, бұл тоқтамайтын процесс, түсінесің ба? Тоқтамайды бұл процесс. Мен қазір айтам, құрметті ағайындар, сіздерді қандай да бір тақырыпқа, қандай да бір дауға әтейлеп әкеп арандатып жатса, демек бұл біреуге керек деген сөз. Мысалы өзің ойлашы абай, мен кешегі 85 мыңның әңгімесі халық шулаған кезде, жалақы 85 мыңның әңгімесі халық ой, Ринаттікі дұрыс деп шулаған кезде шығып, ағайындар, мына үкімет бүйтіп жатыр, давай сөйтіңдер, бүйтіңдер десем, халық дайын отыратын еді, көшеге шыға салатын еді, мысалы. Көрдің бе? Оны осы дауды тудыратын адам бар. Не болмаса, халық өзіліп әкететін жері бар. Оны да қарау керек. Подкаст 85 мыңнан бұрын шықты. Әңгімеден. Бірақ дін туралы әңгіме 85 мыңнан кейін шықты. Осы хронологияны алып қарасаң, түсінікті. Ішінен жұлып алып, тауып алып. Енді зерттейді ғой. Зерттейді, мен айтып отырмын ғой, өте ақылды, жақсы өз ісінің маманы зерттеген, алған, түсінген, білген халықтың реакциясы қалай болатынын. Енді күтіп отырғандар жаңағы мен мүләйім кешірім сұрап, одан кейін міне мынау өтірікші, 200-ді, міне бұның сөйлеген сөзіне сену болмайды деп ары қарай әкете береді бұл әңгіме. Кешіріп қойыңыздар, менің оған уақытым жоқ, менің оған зауқым да жоқ ол тақырыпқа барады. Өйткені алдымда менің нақтылы міндеттер тұр. Идеология бойынша атқару керек жұмыстар бар, әлеуметтік мәселе бойынша атқару керек жұмыстар бар. Мен соларды атқаруым керек. Ол басқа мен басым ауыртпасын. Мына олардың өздерінің былықшылық әңгімесіне мен кіріспеймін. Неге діни басқарма осындай кезде нақты позиция білдіріп, халықты бірлікке шақыра алмайды? Оны діни басқармадан сұраңыз. Жоқ, сіздің пікіріңіз енді барлық мәселенің түбі соларға барып тіреледі. Біз пәтуа күтеміз, біз дұрыс пікір күтеміз, олардан дұрыс позиция күтеміз, ортасын табыңдар, зайырлы мемлекетте қалай болу керек деген. Дегенмен де соңы қоятпақ болып шығады көбінесе. Ұлтқа, мемлекетке деген махаббаттары жоқ шығар. Солай деп ойлаймын. Олай айтса сол оңай ғой бәрімізге. Сол ғой енді. Әйтпесе не, ол діни басқарманың сөзі, ол заңды, өзі сол жерге жауапты, өкілетті басқарма ол. Кәдімгі білдей бір басқарма. Оның жауабы, берген жауабы, бір ауыз сөзі бәріне ортақ заң болатын еді. Бірақ егер діни басқарманың ішінде бұл әңгіменің керісінше өрбуін, соған жол беріп отырған, күмән туғызып жауап беріп отырса, бәлкім ол жақтың да мүддесі бар шығар. Махаббаты жоқ дегенім сол отанға деген бізге қазір бірінші қалыптастыру керек нәрсе бұл халықтың идеологиялық қалпы мен әлеуметтік жағдайы. Сіздің әріптестеріңіз
пікірлері де осы енді хиджабқа байланысты сіздің пікіріңіз енді плюс-минус түсінікті шығар. Сіздің әріптестеріңіз дегенмен де өзгеше оқшау пікірлер айтып жатады. Осы діни жағын көбірек қолдауға байланысты, мысалы үшін Айгүл Құспанның пікірі, комитет төрайымы, не болмаса Қожаназаровтың пікірі де әртүрлі ойлар тудырды. Өзіңіздің әріптестеріңіз бұл ұлттық мәселеге келгенде де осылай өзгеше пікір айтуын қалай қабылдаймыз? Егер ұлттың бірлігі мәселесіне келіп тіреліп тұрса, хиджабқа байланысты бірнеше пікір болды. Енді мен түсіндім, Ерлан Қошанов сізбен пікірі ортақ екенін жеткізді. Мектептің білім алатын ошақ екенін жеткізді. Жоқ, хиджабқа байланысты мен пікір айтқан жоқпын ғой. Хиджабқа байланысты Айдағалымқызы Балаева өте Балаева айтты, сауатты жауап берді заңның аясында. Мен ол кісінің осы жауабын толық қолдаймын. Балаеваның айтқанын қолдайсыз. Ол заңның жүзінде бір мектепте алауыздық туғызбау үшін деп түсіндіріп айтып отыр. Біз дін болмасын, намаз оқымаңдар деп айтып отырған ешкім жоқ бұл жерде. Бұл жерде тек түсіндіргім келіп отырғаны дінді пайдаланып, діни көзқарасты пайдаланып, мемлекетпен, үкіметпен қоғамның арасына іріткі салып, ана топтарды алып шыққысы келіп отырған адамдар бар. Сондықтан қазір біздің әріптестердің ішінде мен де бір-екі жауап көрдім, ол да шулап жатыр. Ана неге былай жауап береді, мынау неге былай жауап береді деп. Қызметтестерім жайлы қандай да бір пікір айтудан басым тартам, өйткені бұл да жаңағы мен айтқан іріткі салуға алып келеді. Бірақ менің ойым, заң шығарушы органда отырған адамдар, үкіметте отырған адамдар бірінші кезекке өзінің сенімін, нанымын емес, мемлекеттің пайдасына тиетін жауапты беруге тиіс. Енді бұл мәселе сенікі менікі дейтін емес, бәрімізге ортақ қой. Расымен де қыркүйектен бері ахуал былтырғыға қарағанда күрделеніп бара жатқанын бәріміз көріп отырмыз. Радикалдан бара жатқан мәселелер өте көп. Сол себепті мұны менің ойымша президент көріп біліп отыр. Депутатсыз ғой, сіздің айтуға құқығыңыз бар. Қасым-Жомарт Тоқаев дәл қазіргі жағдайда халықтың алдына шығып қандай мәселе қою керек? Қасым-Жомарт Тоқаев емес, бұл мәселені менің ойымша премьер-министрді шеше алады. Енді бұл менің ойымша ұлттық қауіпсіздік мәселесінде ұлттық қауіпсіздіктің төрағасы бар бізде, мысалы. Бас прокурор бар, МВД бар. Біз қазір көрдің бе? Осы жаңсақ пікір. Біз қазір тағы да бәрін президент айтты. Енді бәріміз соған апарып тіреп қоямыз, халықта, үкімет те соған үйренген. Өздерінен жауапкершілікті сол тенденцияны бұзу керек. Себебі бізде көбі жауапкершілік алғысы келмейді. Көрдің бе? Үкімет басшысы ал нақты жауапты адамдар солар жауап берсін. Мүфти жауап берсін. Оқу ағарту министрі жауап беріп жатыр ғой, мысалы. Енді дұрыс жауап бере алмады. Сол мысалы. Ішкі істер министрі келсін, жауап берсін. Былай болады деп. Әділет министрлігі айтсын, заң бойынша былай деп. Болды ғой. Халыққа насихаттап айтсын. Міне, ағайын, былай, сендердің айтып отырғандарың біз де айтып отырмыз. Ертең күндердің күнінде бізде жаңағы демократиялық керемет дамыған ел, керемет қауіпсіз қоғам орнайтын болса, қит етсе ерік бетпейтін идеологиясы бар, өзіндік көзқарасы бар. Онда біз ондайға мән бермейміз. Кім орамал тағып жүр, кім орамал тақпай жүр, ондайға мән бермейтін боламыз біз. Ал қазіргі жағдайда оны әдейі тықпалап, әдейі пайдаланып отырған жағдай болғандықтан біз тия тұруымыз керек. Біреуміз шегіне тұруымыз керек, біреуміз соны түсіндіре тұруымыз керек, түсіндіре білуіміз керек. Қоя тұрыңдар, бұл уақытша мәселе. Қазір қоя тұрыңдар, мына жақты реттеп алайық, сол кезде мынаны да ретке келтіреді өзінен өзі. Жоқ, бұлар сол тақырыптарды дамытады, сол тақырыптар арқылы елдің арасына іріткі салуға тырысады. Мен өте қатты көп қорқыныштарым бар, мысалы. Келесі осындай провокация болып кете ме екен, осындай провокация болып кете ме екен деген. Қандай? Мысалға айтайық, Абай. Құдай бетін ары қылсын. Ертең егер екі басқа ұлттың жігіті екі жезөкше қызды мысалы жалдап алып, бір моншадан не болмаса қонақ үйде тепкілеп, өлімше қылып сабап, екі қазақтың қызын. Сосын видеоға түсіріп әлеуметтік желіге салса не болады, өзің ойлашы. Елестетші көзіңе. Ондай оқиғалар әлсін болып та тұрды. Басталып жатыр қазір, байқайсың ба? Күнгі анау орыс ұлтының өкілі ғой, мен сендер бәрін бүкіл Қазақстандарын тоңқайтып қоямын деп шалдырып жатқан болды осындай. Осындай оқиғалардың бәрі қасақана қоғамға сіңіріледі, арасында алауыздық туғызу үшін.
Сол кезде айтады, Ринат, халықты бастап неге шықпайсың деп сізге келеді. Сондай айтылады, басқасы айтылады, провокациялар жасалынады. Түнде мен айтып отырмын ғой, мен достарым боқтап жүр жатыр неше түрлі. Бұл болған оқиға. Қаңтарда да өтті мен басымнан бұндай нәрсе. Несін жасырамын? Оны өзіңе де айтып берген малым, қалай болғанын бүкіл халық та көріп отыр. Білмеймін, жол бермеу керек негізінде бұған. Әрине біз оларға қарағанда көп позицияда әлсізбіз. Бірақ ең бастысы біздің артымызда тұрған ол біріншіден шындық, екіншіден біздің ниетіміздің тазалығы. Жалғыз мен емес, бұндай қазір ақпараттық шабуыл маған жасалына тұрады, біраз сосын олардың көздері жетеді, мен бұл тақырыпқа бармаймын. Олар ақпараттық шабуылмен ғана шектеледі, одан ары қарай қорқады маған тиісуге деп ойлайсыз ба? Жоқ, мен ештеңе деп ойламаймын, Абай. Мен маңдайыма жазылғанын көрем болды. Мен бірінші рет шешемнің айтуынша 1,5 жасымда терең суға құлап кете жаздап бара жатқан жерімнен біреу ұстап қалған. Одан кейін бір 5-6 жасымда тура үйдің алдындағы құдыққа құлаған кезімде құдықтың мынандай қақпағы менімен бірге түскен. Егер ол менен жарты секунд кейін түсетін болса, мені қаққа бөліп тастайтын еді. Періште қақты. Құдай сақтады, періште қақты. Одан кейін де менің өмірімде түрлі оқиға болды. Мақсат Ақанов атпыстай жаздады, байқаусызда, үйде оны да айтып берген Маман Тасқанның бағдарламасында. Үйде тұрған өзінің мылтығымен. Аңшылықпен ба? Байқаусызда ғой бәрі. Бұндай оқиғаның түрлі болды. Туралап келсе, адам тұмаудан да өліп қалады. Мен ол жайлы ойламаймын. Маңдайыма не жазылған, қай жерде дәм-тұз таусылады, оны бір Құдай біледі. Оны ешбір адам шеше алмайды. Ол Құдайдың еншісіндегі нәрсе. Ал атам қазақ не деді? Өлімнен құтылмайсың қашсаңдағы, әкеңнен арыстандай ассаңдағы. Көктегі бір Құдайдан жарлық келсе, жұлдыз да жерге түсер аспандағы. 40 жыл қырғын болса да, ажал жеткен өледі. Көрешегіңді көрмей, көрге түспейсің деп. Егер менің маңдайыма жазылғаны бүгін болу керек болды, бүгін болады. Бүгін болмау керек па? Ол болмайды. Не болса да. Былай қорытындылаймын. Мен соған сенемін. Сіз Құдайға сенген қазақ екеніңізді дәл осы әңгімелермен түсіндіріп отырсыз, иә? Тағдырға сенген. Сіздің сеніміңізбен жаңағы сіз айтқан азаматтардың арасындағы негізгі айырмашылықты айтыңызшы. Олар дінді саясат ретінде пайдаланады. Ал мен Құдайды, дінді өзіме қажетті сенім ретінде түсінемін. Маған қажет ол. Ешкімге, басқа ешкімге қажет емес ол. Сондықтан мен оны былай жүру керек екен, былай тұру керек екен, мынандай киім кию керек екен, сақал өсіру керек екен деген кезде шыны керек күлкім келеді адамдар сондай әңгіме айтқан кезде. Бұл иман деген, сенім деген киім демес шығар, бұйым демес шығар, сақал демес шығар. Солай ойлайтындар бар шығар. Қолды былай қою керек, дәретті былай алу керек деген. Айтып отырмын ғой, бұл әңгіменің бәрі тек қана дінді бөлу үшін, діндарлардың арасына іріткі салу үшін, қоғамның арасына іріткі салу үшін, және қоғамның ішіндегі агрессияны туғызу үшін ғана керек әңгіме. Мысалы, қазір біз хижабтың әңгімесі деген болмаса, басқа діндар адамдарға не істейді олар? Егер жаңағы алаяқтық жасап жүрген адамдар көпе көрінеу кәдімгідей сақалы өсіріп, балақ кесіп, сондай жүрмесе, онда ол әңгіме менің даусымнан шықпайтын. Көрдіңіз бе? Бірақ ол менің дінге қарсылығым, басқаға қарсылығым деп айтады сөйтіп. Мынау сондай екен, мынау мұндай екен. Айтып отырмын ғой, бұл әлі тоқтамайды бұл әңгіме. Барына дейін талпынады. Сосын жаңағы өздері де үміттенеді. Кімде Жұмада бар ғой әлгі Бекингемді қайрап, кім Миледи қайрап бір өзінің әскеріндегі бір офицерді қайрайды да, сол өлтіріп тастайды ғой. Арандатып. Сол сияқты әрекет күтеді мысалы ол топтар. Бәлкім мына асыра діншілдердің біреуі барып Ринат сауап сайым екен, атпысайым екен. Олар оған да үміт етіп отыр. Солай бос екен дейді олар. Көрдің бе? Рахмет, менің ойымша аз кем түсіндіре алдық деп ойлаймын жұртшылыққа негізгі қазіргі күйіп тұрған мәселелерді. Сізге Алла жар болсын. Рахмет. Рахмет.